Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын ореховый пирог дайындаймыз. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мерекелік дастарханға ұялмай қоятын пирогтардың бірі. Барлық қонақтарыңызға ұнайды деп сенемін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм ұн, 100 грамм сары май бөлме температурасында, 1 жұмыртқа, 50 грамм қант және 1 шай қасық разрыхитель қажет. Барлығын осылай қолымыздың көмегімен илеп шығамыз. Қамырымызды илеп, формамызға жайғастырамыз. Менде 24 диаметрлі осындай форма, барлығын жақсылап тегістеп шықтым. Одан кейін үстіне начинканы саламыз. Менде 100 грамм грек жаңғағы және 70 грамм мейіз. Барлығын салып, одан кейін үстіне 350 грамм сгущенкамызды құйып шығамыз. Барлығын жақсылап тегістеп, 180 градуста шамамен 25 минутта пісіріп аламыз. Міне осылай әдемі қызарып пісіп шығады. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!